Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қажылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео диверсификациялау тақырыбына арналады. Жалпы, диверсификация деген не? Портфельді қалай дұрыс диверсификациялау керек? Диверсификацияның қандай түрлері бар? Осы сұрақтарға нақты жауапты алдыңғы минуттарда алатын боласыздар. Тақырыпқа кіріспес бұрын, инвестиция жайлы қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Өтінішімді орындап болсаңыздар, тақырыпқа кірісейік. Бірінші, қарапайым сұрақтан бастайық. Диверсификация деген не? Жалпы тілмен айтсақ, диверсификация дегеніміз тәуекелді төмендету мақсатында инвестициямызды әртүрлі активтерге бөлу тәжірибесі. Диверсификацияның негізгі идеясы ол активтердің әртүрліне инвестициялау арқылы портфолионы күтпеген шығындардан қорғау. Мысалы, егер сіздің қандай да бір активіңіз сіз күткендей жақсы нәтиже бермесе, сіздің басқа инвестицияларыңыз сол шығынды теңестіре алады. Не себепті бізге диверсификация керек деген сұрақ сізде туындауы мүмкін. Жалпы айтсақ, диверсификация тәуекелді басқарумен байланысты. Ешкімде нарықта алдағы уақытта не болатындығын дәл болжай алмайды. Диверсификация барлық жұмыртқаны бір себетке салма деген түсінік тәрізді. Диверсификация стратегиясы сіздің портфеліңізді нарықтағы тұрақсыздықтардан қорғап, уақыт өте келе кірістіліктің артуына өз ықпалын тигізеді. Диверсификацияны жүзеге асырудың өзіндік бірнеше әдісі бар. Алда айтылатын әдістердің бірін немесе бірнешеуін пайдалана отырып портфельді диверсификациялауға болады. Енді әрбір әдіспен жақынырақ таныса өтейік. Диверсификацияның бірінші әдісі секторлар бойынша диверсификациялау. Бір ғана секторға емес, экономиканың әртүрлі секторына инвестициялауды қарастырған жөн. Портфеліңіз өзіңізге таныс әртүрлі секторларға, мысалы туризм, технология, қаржы, медицина секторларына және басқа да секторларға әртараптандыруы мүмкін. Мысалы, егер сіздің портфеліңіз тек туризм саласындағы компаниялардың бағалы қағаздарына инвестицияланған болса, ковид сияқты күтпеген пандемия кезінде портфеліңіздің жағдайын қандай болатындығын айтпасам да түсінетін шығарсыздар. Диверсификациялаудың екінші әдісі әртүрлі елдер экономикасына инвестициялау. Инвестициялау кезінде тек бір ел экономикасына инвестициялау өте қауіпті. Бір ел экономикасына инвестициялау дегеніміз активтеріңіздің сол елдің саясатына, қаржылық жағдайына тікелей байланысты болады деген сөз. Мысал ретінде, соғыс кезіндегі Ресей компанияларының акцияларының жағдайын еске алсаңыздар болады. Егер тек Ресей компанияларына инвестициялаған болсаңыздар, 2022 жылдың ақпан-наурыз айларында портфеліңіз қызыл түске боялар еді. Кейбір Ресей компаниялары әлі де сол кездегі дағдарысты еңсерген жоқ, ал кейбір елдерде тіпті Ресей компанияларының бағалы қағаздарымен сауда-саттық жасауға тыйым салынған. Сол себепті бір ел компаниясына ғана емес, әртүрлі елдердің компанияларына инвестициялағандарыңыз жөн. Осы жерде тек қазақстандық активтерге инвестициялаумен шектелмеу керектігінің маңыздылығын да түсіну керек. Диверсификацияның үшінші әдісі әртүрлі активтер класына инвестициялау. Мысалы, тек акцияларға ғана емес, облигация, алтын, жылжымайтын мүлікке инвестициялаған дұрыс. Осы диверсификация әдісін пайдалана отырып, экономикалық өзгерістерге оңай бейімделуге болады. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, экономикалық тұрақсыздық кезінде қор нарығында акциялар құлайтын болса, облигациялар мен алтынның жағдайы керісінше жақсарады. Осының арқасында портфельді теңестіруге болады. Төртінші, диверсификация әдісі ретінде компания көлемі бойынша әртараптандыруды қарастырса болады. Тек қалыптасқан капитализациясы үлкен компанияларға ғана емес, шағын және орта капитализациясы бар компанияларға инвестициялаған жөн. Егер капитализациясы жоғары компанияларға немесе көгілдір фишкаларға инвестициялау портфеліңізге тұрақтылық берсе, ал капитализациясы шағын және орташа компанияларға инвестициялау портфельдің табыстылығын арттырып, өсуге деген потенциалын ашады. Жалпы айтқанда,
компанияның көлемі бойынша әртараптандыру тұрақты және өсіп келе жатқан компаниялардың артықшылықтарын пайдалана алатын, жалпы тәуекелдерді азайтатын және жоғарғы табысқа жету мүмкіндігін арттыратын теңестірілген портфолио құруға мүмкіндік береді. Осы айтылған диверсификациялау әдістері ең кеңінен татылған әдістер болып табылады. Егер инвестициялармен айналысатын болсаңыздар, осы әдістерді пайдаланып, портфельді міндетті түрде әртараптандырған жөн. Диверсификацияланған портфель тұрақты, нарықтағы өзгерістерге төзімді болып есептелінеді. Менің арнамда көптеген инвестициялармен айналысып жатқан көрермендер бар екендігін білемін. Сол себепті сіздерден өздеріңіздің диверсификациялық стратегияңызды комментарийге жазып, пікір білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Видео сіздерге қандай да бір пайдалы ақпарат берді деген үміттемін. Арнаның ары қарай дамуына қолдау білдіру үшін видеоға лайк басып, арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар салып видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет.